Әсия әдеттегідей ерте тұрды. Оның күні кішкентай ас үйдегі тыныш таңғы астан және оқу ақысының соңғы төлемін төлеу туралы ескертулер жазылған күнтізбеге жанар салып өтуден басталды. Ол коммуналдық төлемдердің жиналып қалғанын көтере алмады, ал созылмалы аурудан зардап шегетін анасы жастардың қажеттіліктері үшін емделуден бас тарту керектігін жиі айтатын. Жоқ деп ойлады Әсия, мұқият жиналған, бірақ сәл түсі кеткен костюмін киіп жатып. Бүгін ол қаланың ең беделді кеңселердің бірінде тазалаушы болып жұмысын бастады. Оны таныс арқылы жұмысқа алды, және жалақысы аз болса да, бұл оның күндізгі бөлімнен шығарылғаннан кейін түсіп кеткен шұңқырдан шығуына кішкентай қадам еді. Кеңсе оны салқын стерилділікпен қарсы алды. Жылтыраған мәрмәр едендер, әрқайсысы елес сияқты көрінетін шыны қабырғалар, тәртіп орнаған жұмыстың тыныш, дерлік гуілдеген ырғағы. Алғашқы күндер ешқандай оқиғасыз өтті. Әсия ешкімге кедергі келтірмей, білінбей тазалауды үйренді. Оны ешкім байқамады, тіпті өзінің өткір ескертулерімен танымал орта буын менеджері Әділде. Ал жаңа келгендеді ол жанынан өтіп бара жатып. Қалай, күшің жетіп жатыр ма? Еден жууды білесің бе? Ол еріндерін тістеп, басын изеді. Әділ тез арада басқа қызметкерге ауысты, бірақ Әсияға жағымсыз болды. Әділ әрдайым осындай болған жоқ. Бір кездері ол да ең төменнен бастаған, бірақ оның жолы болды. Оның үлкен ағасы, табысты заңгер, оны бірінші жұмысына орналастырды. Сол кезде Әділ өзіне ешқашан жоқшылыққа қайтпауға уәде берді, бірақ кеңседе өткізген бір жыл ішінде ол адамдарды бағындыруды үйренді. Бұл оның қорғаныс механизміне айналды. Өз қорқыныштарын мойындаудың орнына, ол өзінің осалдығын еске салатын адамдарды қорлады. Ол Әсияның тазалаумен әрең күресіп жатқанын көргенде, оның басында еріксіз өткен шақтың суреті пайда болды. Ол, жас өспірім, тар қоймада жәшіктерді тасып жүр. Бұл оған өзінің әлсіздіктерін еске салды, және ол онымен күресуді білетін жалғыз жолмен келемеждеу арқылы шешті. Кешкісін Әсия үйге шаршап қайтатын, денесі ауыратын, бірақ анасына көмектесіп жүргені туралы ой оны шағымданудан сақтайтын. Бір аптадан кейін ол кеңседегі шынайы бет бейнемен танысуға мәжбүр болды. Бұл кәдімгі сейсенбі болатын. Әділ Әсияны қолында шүберекпен көріп қалып, кенеттен көрініс жасауды шешті. Ал мырзалар, күте тұрыңыздар, деді ол бөлменің ортасына тұрып, әріптестерінің назарын өзіне аударып. Жаңа қызметкеріміздің қаншалықты кәсіби жұмыс істейтінін тексерейік. Ол әдейі еденге кофе төкті. Міне, тағы төгіңіз, дақтар жақсырақ көрінсін, деді ол күлімсіреп. Біреу күлді, біреу бұрылып кетті, бірақ Әсия шүберекпен және қорланумен жалғыз қалды. Ол ештеңе болмағандай кейіп танытып, үнсіз ғана көлшікті сүртіп алды. Сол кеште үйінде ол қараңғы ас үйде отырып қолын бетіне басты. Жылағысы келді, бірақ бұл ештеңені өзгертпейтінін түсінді. Оның жалғыз жұбанышы Ернар Қуанышұлының кабинетінде жалғыз қалған сирек сәттер болды. Оның кабинеті сәнді, бірақ минималистік болды. Үлкен үстел, қымбат жиһаз, заманауи суретшілердің картиналары. Эдуардтың өзі қатаңдық пен бақылаудың бейнесі. Ол кеңседе сирек болатын, бірақ ол келгенде оның қатысуы бәрін өзгертті. Адамдар тыныштап сөйлей бастады, қызметкерлер компьютерлерінің экранына жүйкемен қарады. Бір күні кешке Әсия оның кабинетін тазалап жатқанда артынан аяқ дыбысын естіді. Ол бұрылып қараса, Эдуардты көрді. Сіз кешке дейін жұмыс істейсіз бе? Деді ол суық қарап. Иә, мен жай ғана тазалауда аяқтап жатырмын, деп жауап берді Әсия басын төмен түсіріп. Жақсы, деді ол қысқа қайырып, үстелге отырды. Бұл оқиғаны жазылушы жіберді. Өз оқиғаларыңызды пікірлерге жазып, жаңалықтарды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Бірнеше күн өтті. Әсия біреудің ұсақ қоқыс жазбаларын, үгінділерді, кәмпит қағаздарды қалдыра бастағанын байқағанша. Олардың пайда болуы дерлік білінбейтін еді, бірақ олар оған тұрақты келемеждеу сезімін тудырды. Ол Әділдің оны қайтадан қорлауға тырысып жатқанын түсінді, бірақ ол не істей алар еді?
Шарықтау шегі Әділдің оған күлімсіреп кофе қалдықтары бар стақанды ұсынуы болды. Сен өте жақсың, Әсия, міне, тағы біреуін ал, сүртуді жаттық. Ол бірінші рет оның көзіне тіке қарады. Оның көзіндегі бірдеңе оны үнсіз қалдырды. Бірақ ол тез көзін алып қашты. Әсия білді, ол бұл адамдардың оны сындыруына жол бере алмайды. Ол ешқашан мұндай өмірді армандаған емес. Осыдан бірнеше жыл бұрын бәрі мүлдем басқаша көрінетін. Университет жатақханасындағы жарық бөлме, сәулетші мансабы туралы армандар, көрші қыздармен таң атқанша достық әңгімелер. Ол өз отбасында жоғары білім алатын бірінші адам болатынына сенімді еді. Әкесі ол кішкентай кезінде кетіп қалған, ал анасы қарыздармен және 2 қызымен жалғыз қалды. Әсия өзін әрқашан үлкен, жауапты санады. Сабақтар, үй шаруасы, кіші қарындасына қамқорлық жасау, мұның бәрі оның иығына мектепте ақ түсті, бірақ ол шағымданбады. Біз бәрін еңсереміз дейтін анасы, және Әсия оған сенетін. Оқуға түсетін уақыт келгенде, Әсия сәулет факультетін таңдады. Ол әрқашан кітапханада парақтайтын журналдардағыдай үйлер мен көшелерді салуды, елестетуді ұнататын. Анасы оның жетістіктерін мақтан тұтты, бірақ оқу ақысы ауыр жүкке айналды. Әсия бюджеттік орын ала алмады, және отбасы барлық нәрсеге үнемдей бастады. Бірінші курс қиын болды. Жиі қосымша жұмыстар, бала күтуші, официант, шағын дүкенде сатушы шығындарды жабуға көмектесті, бірақ шаршататын еді. Екінші курста анасы ауруханаға түсіп қалды. Дәрігерлер қымбат емделуді қажет ететін жүрек ауруының созылмалы түрін анықтады. Әсия таңдау жасауға мәжбүр болды, оқу немесе отбасы. Ол сырттай оқуға көшіп, бәрін еңсеремін деп шешті. Сырттай оқуға ауысу оның жаңа шындығының бастауы болды. Енді күндері күнделікті істерге толы болды. Таңертең анасына қамқорлық жасау, күндіз жұмыс, кешке пәтерді тазалау және оқулықтармен өткізетін сирек сағаттар. Бәрі шексіз жар сияқты көрінді, одан ол шыға алмайтын еді. Тазалаушы болып жұмыс істеу қожайыны жалақыны үнемі кешіктіретін дүкеннен шығарылғаннан кейін мәжбүрлі шешім болды. Әсия кез келген жұмысты іздеді. Көрші подъезден танысы оған үлкен кеңседегі бос орын туралы айтты. Онда ақшаны уақытында төлейді және жұмысы қиын емес, тек адамдар кейде дөрекі болуы мүмкін. Бірақ тұрақтылық сөзі оны қызықтырды. Ол оны жақсылыққа деген үмітпен байланыстыратын көпірге айналды. Бірақ кеңседегі жұмыс тек физикалық тұрғыдан ғана емес, моральдық тұрғыдан да қатты қажытты. Сіз генерал келетіндей жұмыс істейсіз, деді ол. Әсия жауап қатпады, үнсіздік оның қорғанысы болды, бірақ ішінде бәрі қайнап жатты. Жұмыстан кейін ол анасы екеуі жалдаған пәтерге барды. Қабырғалары қабыршықтанып кеткен суық, нашар жарықтандырылған бөлме. Қызым, сен тағы да шаршадың ба? Неге өзіңді осынша қинайсың? Деп сұрады анасы, бірақ Әсия тек басын шайқады. Анам, бәрі жақсы. Бастысы, басымыздың үстінде шатырымыз бар. Түнде өзінің төсегі болған диванда жатып, ол басындағы жоспарларды қарастырды. Ол бұл тұзақтан қалай шығу керектігін елестетуге тырысты, бірақ әр жолы ақша, қарыздар, анасының денсаулығы туралы ойлар оны кері қарай ысырып тастады. Оның өміріндегі жалғыз қуанышы армандар болып қала берді. Кейде Эдуардтың кабинетін тазалап жүріп, ол өзінің оның өмірін қаламайтынын ойлайтын. Қымбат заттар, суық көзқарас, айналасындағы адамдарды бақытсыз ететін билік. Ол басқа нәрсені елестетуді жақсы көретін, жайлы үй, анасы демалмай серуендей алатын кішкентай бақ. Бір күні кешке Әсия терезе алдында отырып қала шамдарына қарады. Ол қашан соңғы рет жүрегінің түбінен күлгенін есіне түсіре алмайтынын ойлады. Бәрі күрес сияқты көрінді, және ол күресуден шаршады. Бірақ жүрегінің түбінде бір үміт жымыңдады. Егер ол тағы біраз шыдаса, оқуын аяқтаудың жолын тапса, бәрі өзгереді. Жұмыстың 3-ші аптасында Әсия оның көрінбеуі елес екенін түсінді. Әріптестері оны дерлік байқамаса да, оның әрбір қателігі апат ретінде қабылданды.
Кеше ол кездейсоқ баспалдақта дымқыл шүберектің ізін қалдырды. Бүгін таңертең менеджер жанынан өтіп бара жатып қатты дауыспен: "Бұл не деген дақтар? Бізде элиталық кеңсе, жертөледегі кір жуатын орын емес" деді. Ол үнсіз кешірім сұрады, бірақ оның сөздерін ешкім тыңдамады. Бұл әдеттегі ойын еді. Оған әрқашан кінәлі адамның рөлі берілді. Әділ бұрын тек өткір ескертулер айтып жүрген, бірте-бірте ашық агрессивті бола бастады. Бүгін ол оны қойманың жанында тосып алды. "Ей, Әсия", деді ол оны тоқтатып. "Айтпақшы, біз мұнда ең үздіктердің арасында жұмыс істейтінімізді білесің бе? Ал сен кір жуатын жерге бара жатқанда адасып кеткендей көрінесің." Ол оны айналып өтпекші болды, бірақ ол оның жолын кесіп тығыз тұрды. "Мен саған көмектескім келді, түсінесің бе?" деді ол жасанды күлімсіреп, балаға айтқандай. "Сені мүлдем көрмейтін адамдармен қалай өзін ұстау керектігін үйрету." Әсия еріндерін қымтып, жауап қатпады. Бұл оны одан да қатты ашуландырған сияқты. "Білесің бе, кейде сен бәрін әдейі бүлдіретін сияқтысың, сосын бәрі бізге жабысады. Тіпті дәретханадағы іздер де сенікі болса, таңғалмаймын", деді ол. Ол оған қарап кеудесінде ашу көтеріліп жатқанын сезді, бірақ тек бір сөз айтты: "Мен мұнда сіз жұмыс істейтін жердің таза болуын қалағандықтан тазалаймын." Ол күліп, бір қадам артқа шегінді. "Ой, қандай киелісің, жай ғана батырсың." Оның жүрегі қатты соғып, қолдары дірілдеп кете жаздады, бірақ ол ештеңе айтуға батылы жетпеді. Кешке қызметкерлердің көпшілігі кетіп қалғаннан кейін, Әсия мәжіліс залын тазалап жүрді. Ол қоқыстарды жинап жатқанда көрші кабинеттен дауыстарды естіді. Ернар оны жұмыстың алғашқы айында-ақ байқаған. Ол сирек кешке дейін қалатын, бірақ бір күні кешкі кеңестен кейін кабинетінен шығып, Әсияны дәлізде ауыр тазалау арбасын сүйреп тұрғанын көрді. Ол оның шаршаған, бірақ зейінді жүзіне назар аударды. Оның қолдары күштен дірілдеп тұрды, бірақ ол үнсіз жұмысын жалғастырды. Келесі күні ол хатшыдан жаңа тазалаушының шағымданбай ма деп сұрады. Хатшы иығын көтеріп: "Жоқ, тыныш жұмыс істейді. Тіпті тым тыныш сияқты, мүлдем байқалмайды" деді. Бұл сөздер оған әсер етті. Ол өзінен күткеннен артық істейтіндерді байқауға үйренген, ал Әсия берілетін адамға ұқсамады. Сол кеште шиеленіс шегіне жетті. Ол кеңсе ас үйінде шайға су жылытып тұрғанда, Әділ қайта пайда болды. Ол оны әжуалап өту мүмкіндігін жіберіп алғысы келмеген сияқты. "Әсия шаршады ма? Бізден жалақыны алдын ала алуы мүмкін", деді ол оған еңкейіп құпия сыбырлағандай. "Жоқ, рахмет" деп жауап берді ол қаттырақ сөйлеуге тырысып. "Қойшы, сен білесің ғой, біз бәріміз мұнда сондай жомартпыз", деді ол кең күлімсіреп, дауысы қаттырақ шықты. "Біздің кеңсеміздің тазалаушысы, бұл компанияның бет-бейнесі." Оның қатты сөздері бірнеше қызметкердің назарын аударды, олар бұрылып, не болып жатқанын бақылады. Әсия көзіне жас келіп жатқанын сезді. Ол кенеттен кружканы алып, ас үйден шығып, қосалқы бөлмеге қарай беттеді де есікті жауып алды. Ол орындыққа отырып, кружканы соншалықты қатты қысты, саусақтары ағарып кетті. "Мен күштімін, мен шыдаймын" деп қайталады ол өзіне өзі, бірақ дәрменсіздік сезімі оның бүкіл денесін жайлады. Бірнеше минуттан кейін ол есік жанынан Ернар Қуанышұлының дауысын естіді. Ол біреумен қатаң, сабырлы тонмен сөйлесіп жатты. "Егер мен қызметкерлерге шағымдарды тағы естісем, бұл үлкен мәселе болады." Кеш әсіресе қажытатын болды. Әсия корпоративтік жиналыстан кейін тазалауды аяқтау үшін кеңседе кешігіп қалды. Аяқтары ауыр шелектерден ауырып, басы шаршағаннан гуілдеп тұрды. Ол тек 5 минут тыныштық отырып демалып, күшін жинау керектігін сезді. Өзінің техникалық бөлмесіне кіріп, ол ескі орындыққа отырып көзін жұмды. 5 минут деп ойлады ол қабырғаға сүйеніп. Ол қысқа, мазасыз ұйқыға қалай кетіп қалғанын байқамады. Есік жанындағы аяқ дыбыстарымен жөтел оны оятты. Ол секіріп тұрды, жүрегі қатты соғып кетті. Есікте Әділ тұрды.
Ал мен қарасам, сен өзіңе жаңа демалыс орнын таптың деді ол келемеждеп. Оның беті қызарып кетті. Мен демалған жоқпын, мен. Әрине, өте сенімді деді ол. Ол басқа ештеңе айтпады, бірақ оның көзқарасы зұлымдыққа толы болды. Келесі күні ол күтпеген хабарлама алды. Ернар Қуанышұлы оны көргісі келеді. Әсия оның кабинеті орналасқан жоғарғы қабатқа көтеріліп бара жатқанда жүрегінің қалай соғып жатқанын сезді. Бұл жер оған әрқашан басқа әлем сияқты көрінетін, ең тыныш, оған қол жетпейтін сән-салтанатқа толы. Ернар өзінің үлкен үстелінің басында отырып, қандай да бір қағаздарды қарап шығып отырды. Ол кіргенде басын бірден көтермеді. Отырыңыз деді ол қысқа қайырып, қарсысындағы орындықты нұсқап. Ол қорқыныш билегенін көрсетпеуге тырысып отырды. Кеше сіздің техникалық бөлмеде ұйықтап қалғаныңыз туралы маған хабарлады. Бұл рас па? Оның дауысы қатаң, бірақ ашулы емес еді. Әсия көзін төмен түсіріп, бетінің қызып кеткенін сезді. Бұл рас. Неліктен олай болды? Ол қағаздарын шетке қойып, оған бар назарын аударды. Бұл сәт шешуші болды. Ол енді үнсіз қала алмайтынын түсінді. Мен жай ғана шаршадым деп бастады ол баяу, бірақ содан кейін батылдық жинап, сөзін жалғастырды. Мен анамды асырау үшін жұмыс істеймін. Оның жүрегі ауыр ауруға шалдыққан, және ол жұмыс істей алмайды. Біз пәтер жалдаймыз, ал оның емі тым қымбат. Мен сырттай оқимын, өйткені күндізгі бөлімде оқуды жалғастыруға жағдайым болмады. Әсия Эдуардқа анасы туралы айтып жатқанда, ол бір сәтке үнсіз қалды. Оның сөздері жаңғырықты, өйткені жастық шағында ол да ауру анасына қамқорлық жасаған. Ол оқудан кейін жүк тасушы болып жұмыс істеді. Сол кезде оған оның қабілетіне сенген, курстарға ақша төлеп, тәлімгер болған бір оқытушы көмектескен. Ернар Әсияға мұқият қарады. Сіздің мақсатыңыз бар, солай ма? Сіз не қалайтыныңызды білесіз бе? Ол қобалжуын жасыру үшін қолын қысып, басын изеді. Мен сәулетші болғым келеді, отбасым үшін жақсырақ бірдеңе жасағым келеді. Оның дауысы жұмсара түсті. Бұл мақтауға тұрарлық, бірақ кейде басқалардың сізге көмектесуіне рұқсат беру маңызды. Ол креслосына арқасын сүйіп, іштей шешім қабылдады. Енді оның кезегі өзін қолдағандай қолдау көрсету еді. Мен шағымданбаймын деп қосты ол, дауысы сәл дірілдеп. Мен кейде жеткіліксіз істеп жатырмын ба деп ойлаймын, ал кеше мен соншалықты шаршап кеттім, тіпті ұйықтап қалғанымды да байқамадым. Ол көзін көтеріп, оның жүзінің өзгергенін көрді. Бұрынғы салқын, және немқұрайлы көзқарасы енді ойлырақ еді. Неге бұрын бұл туралы айтпадыңыз? Деп сұрады ол үнсіздіктен кейін. Өйткені бұл ештеңені өзгертпейді. Бұл менің өмірім, және мен өзім күресуім керек. Ол алға қарай еңкейіп, саусақтарын айқастырды. Өмір әділетсіз, деді ол ақыры баяу және салмақты түрде. Бірақ бұл сіздің сынғаныңызды білдірмейді. Оның сөздері жай ғана кеңестен гөрі маңыздырақ естілді. Бұл оның жағдайын түсінетінін мойындауға ұқсас еді. Кете беріңіз, деді ол, қағаздарына қайта оралып. Ол орнынан тұрып, оған алғысын айтып, есікке қарай беттеді. Әсия, деді оның дауысы оны шыға берісте тоқтатып. Ол бұрылып қарады. Бүгін демалыңыз. Бұл бұйрық. Ол басын изеді, ыңғайсыздықпен алғыстың жылы толқыны оны басып қалғанын сезді. Төмен түсіп бара жатып, ол ұзақ уақыттан бері бірінші рет қолдауды сезгенін ойлады, тіпті оны мүлдем немқұрайлы деп санаған адамнан болса да. Бізбен болғаныңызға рахмет, жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Келесі аптада таңертеңнен бастап бәрі өзгерді. Әсия атмосфераның басқаша екенін байқады. Енді ешкім әдейі қоқыс қалдырмады немесе оның қатысуымен кофе төкпеді. Тіпті жақында ғана оны қорлаудың бірде-бір мүмкіндігін жіберіп алмайтын әділ де енді үнсіз жанынан өтіп жүрді. Бұл қызық, тіпті тым қызық еді.
Ол мәжіліс залын тазалап жатқанда, бухгалтериядан Таңшолпан есімді әріптесі кенеттен есік алдында тоқтады. «Сәлем», деді ол екі-үштіланып. Әсия оған таңданып қарады, өйткені әдеттегі жоғары қараусыз біреу оған сөйлесіп тұр еді. «Сәлем, мен саған айтқым келгені. Егер кенеттен оқуға қажетті материалдар немесе құжаттармен көмек керек болса, маған хабарласа аласың. Менде сырттай оқитын таныстарым бар». Әсия қатып қалды, не айтарын білмей. Ол әдетте Таңшолпанның өткір сөздеріне үйренген. Таңшолпан басын изеп кетіп қалды, Әсияны толық абдырауда қалдырды. Кейінірек ол кружкаларды жуу үшін ас үйге кіргенде әріптестерінің әңгімесі кенеттен тоқтады. Олар оған бір ауыз сөз айтпастан тарап кетті, бірақ олардың көздерінде келемеждеу емес, қандай да бір шиеленіскен қызығушылық бар еді. «Не болып жатыр?» деп ойлады ол, алаңдаушылық жеңілдікпен араласып жатқанын сезе отырып. Ол Ернар Қуанышұлының қызметкерлермен шынымен сөйлескенін білмеді. Әңгіме қысқа, бірақ өте түсінікті болды. Біздің компанияда ережелер бар, және олар бәріне қатысты. Егер мен тағы да біреудің қызметкерлерді қорлағанын көрсем немесе естісем, салдары болады. Мен түсінікті айттым деп үміттенемін. Әділ әрине ашуланды, ол дауласып, бұл жай ғана әзілдер екенін айтты, бірақ Ернар оның сөзін жартылай үзіп тастады. Әзіл керек болса, театрға барыңыз, мұнда біз жұмыс істейміз. Алайда кеңседегі тыныштық ұзаққа созылмады. Әділ Әсияның бұған қатысы бар болса да, оны кешіре алмады. Ол өзінің орнына қойылғанын ұнатпады, және оған бұл жайдан жай өтпейтінін шешті. Бір күні кешке, қызметкерлердің көпшілігі кетіп қалғаннан кейін, Әсия қайтадан дәлізде тазалап жүрді. Ол біреудің бар екенін сезіп, бұрылып қарады. «Сен енді ерекше болдым деп ойлайсың ба?» Әділдің дауысы тыныш, бірақ менсінбеушілікке толы еді. Әсия жауап қатпай, тазалауды жалғастырды, бірақ ол шегінбеді. «Сен жай ғана кірден шығуға үміттенген кезектегі тазалаушысың. Мұндайлармен не болатынын білесің бе? Олар қайдан келсе, сонда қайта оралады». Ол тоқтап, оған қарады. «Егер сіз солай ойласаңыз, онда бұл сізді неге мазалайды?» Оның сөздері оны абдыратып тастағандай болды. Ол не айтарын білмей тұрып қалды, содан кейін, көреміз, кім соңғы болып күлетінін деді де кетіп қалды. Әділ кеткенімен оның қаупі ауада ілулі тұрды. Әсия күн сайын шиеленістің өсіп жатқанын сезді. Ол өз жұмысына зейін қоюға, әлі де сыналатын ұсақ тіл тигізулерге назар аудармауға тырысты, бірақ ішінде жаңа бірдеңе пісіп жетіліп келе жатты. Ол енді қорлауды үнсіз қабылдамайтындығы туралы сезім. Бір күні кешке, ол техникалық бөлмеде отырғанда, өзімен бірге әрқашан алып жүретін дәптерін ашты. Оның беттерінде жай ғана жазбалар емес, үйлердің, көпірлердің, көшелердің эскиздері, тіпті өзіне де мойындауға қорқатын армандары бар еді. Ол өз сызбаларына қарап, ішінде шешімділік көтеріліп жатқанын сезді. «Мен бұдан шығамын. Мен олардың мені қайтадан сындыруына жол бермеймін», деді ол өзіне өзі. Әсия кеңседегі еңбегін біреу байқайды деп мүлдем күтпеген, бірақ жұма күні таңертең бухгалтерия бастығы оған конверт бергенде ішінде бәрі төңкеріліп кеткенін сезді. «Бұл сіздің жұмысыңыз үшін берілетін сыйақы», деді әйел қорғақ, бірақ оның даусында мойындауға ұқсас бірдеңе бар еді. «Рахмет», деді Әсия әрең естілетіндей, көзіне жас толып жатқанын сезе отырып. Бұл үлкен ақша емес еді, бірақ ол үшін мәңгілік жетіспеушілікті ұмытуға мүмкіндік беретін еді. Ол бірден анасы туралы ойлады, бұл ақшаға дәрі-дәрмек сатып алуға, және мүмкін өзіне де бірдеңе алуға болар еді, кем дегенде өзін адам сияқты сезіну үшін. Сол күн қуаныштың жеңіл тұманында өтті, тіпті жақында ғана келемеждеу көрінетін қызметкерлердің көзқарастары да оны жолдан тайдыра алмады. Бірақ әрине Әділ мұны қалдыра алмады. «Әсия», деді ол кешке, ол тазалауды аяқтағанда. Оның дауысы тым қатты және тым мейірімді естілді, бұл оны сақтандырмай қоймады. Ол бұрылып қараса, оның жыртқыш күлкісін көрді, ол тұзақ дайындап жатқан адамның күлкісіне ұқсайтын еді. «Сен сенбейсің, бірақ мен сенің қалайда лайықсыз көлеңкеде қалып жатқаныңды ойладым.
Ол жауап қатпады, бірақ сақтықпен жалғасын күтті. Ертең менің достарыммен қонақасым бар, ойлаймын, сен менің қалыңдығым ретінде керемет қонақ боласың. Қалыңдығым, деп қайталады ол таңданысын әрең жасырып. Ал сен білесің ғой, деп күлді ол. Көңіл көтеру үшін менің серігім болып көрінейік, кеш бейресми, ештеңе қиын емес. Әсия оған қарап, мұның артында не тұрғанын түсінуге тырысты. Және ол нақты білмесе де, жүрегінде жамандықты сезді. Кейінірек сол күні ол ас үйді тазалап жүргенде Таңшолпан оған жақындады. Сен шынымен барамын деп ойлайсың ба? Деп сұрады ол қолын кеудесіне айқастырып. Неге бармасқа? Деп жауап берді Әсия сақтықпен. Өйткені әділ жылан, ол сені достарының алдында күлкіге айналдырғысы келеді. Мұндай адамдар ештеңені жайдан жай істемей. Әсия ойланып қалды. Мүмкін Таңшолпанның айтқаны рас шығар, бірақ екінші жағынан бұл мүмкіндік еді. Мүмкіндік. Ол оған емес, өзіне олар ойлағаннан да көп нәрсеге қабілетті екенін дәлелдеуге мүмкіндік. Рахмет, Таңшолпан, деді ол ақыры. Мен оның не ойлап жүргенін білемін, бірақ мен барамын. Сен ақылсызсың, деп күрсінді Таңшолпан, онда кем дегенде жақсылап киініп ал. Сенде лайықты бірдеңе бар ма? Ол басын шайқады. Жақсы, деді Таңшолпан кенеттен жымиып. Ертең маған соғып өт, не істеуге болатынын көрейік. Әсия бұл кеште оны не күтіп тұрғанын білмеді, бірақ ішінде шешімділік өсіп жатты. Ол енді оны жай ғана қорлауға болатын адам болғысы келмеді. Әсия келесі күні бұл кеш оның тағы бір жеңілісіне айналмау үшін бәрін жасауға деген қатты ниетпен оянды. Күн ерте басталды. Ол пәтерін мұқият тазалап, анасына ешқандай жұмыс қалдырмады және жеңіл түскі ас дайындады, алдағы оқиға туралы ойламауға тырысты. Түске қарай ол Таңшолпанға келді. Таңшолпан оны маңызды шайқас алдындағы мейірімді генерал сияқты қарсы алды. Оның жайлы жатын бөлмесіндегі төсекте жұмсақ матадан тігілген қарапайым, бірақ әсем, терең көк түсті көйлек жатты. Қасында аласа өкшелі туфли тұрды, образын аяқтағандай. Әсия мұндай киімге үйренбеген, әдетте оның гардеробы ыңғайлы және берік практикалық заттардан тұратын. Бірақ бүгін бәрі басқаша еді. Ол көйлектің матасы иығына жұмсақ тигенін, туфлилері аяқтарының сымбатын қалай көрсететінін сезді. Ол айнаға қарады, ал оның алдында басқа қыз тұрды, сабырлы, бірақ сенімді. Оның шашы ұқыпты жиналған, тегіс, ұштары сәл бұйраланған, олар оның нәзік жүз әлпеттерін көрсететін. Таңшолпан жасаған жеңіл макияж шаршау іздерін жасырып, көздеріне жұмсақ жылтыр берді. Әсия ұзақ уақыт өзінің бейнесіне қарады. Бұл ол еді, бірақ сонымен бірге басқа біреу. Бұл сыртқы өзгерістің артында оның әлемге де, өзіне де ол ойлағаннан да көп нәрсеге қабілетті екенін дәлелдеуге деген ішкі ұмтылысы тұрды. Кетіп бара жатып, ол Таңшолпаннан кішкентай, бірақ маңызды бір деталь алды. Шампан түсті кішкентай клатч, ол оның образын аяқтады. Ол кешкі қаламен кездесу орнына бара жатқанда басында сұрақтар ойнады. Басқалар не дейді? Мен олардың көзқарастарына төтеп бере аламын ба? Бірақ әр қадам сайын қорқыныштары сейіліп, сенімділігі өсе түсті. Ол ақыры киген жаңа сауыт сияқты. Әсия кеш өтетін мейрамханаға жақындағанда, бұл жай ғана кездесу орны емес екенін сезді. Бұл оның өзіне көп нәрсеге лайықты екенін дәлелдеуге тиіс арена еді. Мейрамхана Әсия елестеткендей кең және сәнді, бокалдардан шағылысқан жұмсақ жарықпен және жайлылықпен талғампаздық атмосферасын жасайтын қатты емес музыкамен болды. Ол есікті аттағанда жүрегі бір сәтке дірілдеді, бірақ ол өзіне мұнда не үшін келгенін тез есіне түсірді. Достарының ортасында үстел басында отырған әділ оны көріп орнынан тұрды. Оның күлкісі тым кең, қимылдары әсірленіп театрландырылған еді. Ол оған жақындап, өзін нағыз кавалердей көрсетті, бірақ оның әрбір қимылында жасырын келемеждеушілік көрініп тұрды. Ол оған сыпайылықпен қолын ұсынып, үстелге алып барды. Оның серігі әрқашан назар ортасында болуы керек деп қатты мәлімдеді. Оның достары бірнеше ер адам мен әйелдер, әдейі қымбат киінген, оның пайда болуына бұрылып қарады.
Олардың көздері оны бағалап, содан кейін сәл таңданыспен сырғып өтті. Олар мүлдем басқа нәрсені күткені анық. Әсия омыртқасының одан да түзуленгенін, иықтарының жазылғанын сезді. Ол таңшолпанның оны дайындауына рұқсат берген үшін өзіне алғыс айтты. Оның сыртқы келбеті оның бірінші қалқанына айналды. Әділ шебер конференция сияқты бірден кештің жүргізушісі рөлін алды. Ол әңгімелер айтып, сөйлесушілерді бөліп, өткір әзілдер қосты. Оның дауысы қажетінен сәл қаттырақ шықты, бәрінің назарын өзіне аудару үшін. Оның достарының бірі, ақ шашты, жарқын макияжды әйел олардың қай жерде танысқанын сұрағанда, Әділ өзінің тәкаппарлығын жоғалтпай әңгімелей бастады. Әсия тыныш отырып, мұқият тыңдап отырды, бірақ ішінде шиеленіскен күту сезімі өсіп жатты. Ол оның сыпайылығы жай ғана бетперде екенін білді. Ол оның достарын бақылады, олар күлді, әзілдесті, бірақ олардың көздері оған басқаларға қарағанда ұзағырақ тоқтайтын. Олар оның кім екенін түсінуге тырысатын, оның кезекті сүйіктісі ме, әлде оны көңіл көтеру үшін әкелген біреу ме? Бір сәтте ол официантқа тағы шарапқа тапсырыс берді, және осы сәтте оның көздері оның көздерімен кездесті. Бір сәтке оның келемежді өрнегі жоғалып, оның көзінде басқа нәрсе, тіпті ашуда көрінді. Оның тыныштығы оны ашуландырды. Ол өзін ұстады, оның жүзі мінсіз тыныш болып қалды, бірақ үстелдің астындағы қолдары сәл дірілдеді. Бұл кеш енді ғана басталып еді, және Әсия оған не дайындалса да төтеп беруге дайын болды. Шарап өзендей ағып жатты, ал үстел басындағы атмосфера барған сайын еркін бола бастады. Әділ, назар мен алкогольден сәл мас болып, өзін кештің қожайындай сезінді. Оның қатты ескертулері мен әзілдері достарының әңгімесін үнемі бөліп тұрды. Олар оған бастаманы беруге үйренген сияқты еді. Бірақ Әсия, жағдайға қарамастан жинақы болып қалды. Ол әңгімелерді мұқият тыңдап, Әділдің ақша, сән үрдістері және шетелдік сапарлар туралы қаншалықты шебер сөйлейтінін байқады. Бір сәтте ол енді қорықпайтынын түсінді. Үстел басындағы әңгіме көп ұзамай жылжымайтын мүлік туралы қозғалды. Бұл тақырып одан алыс сияқты еді. Әділдің достарының бірі, 30-дар шамасындағы ер адам жақында сатып алған жаңа тұрғын үй кешені туралы айтып жатты. Оның қызығушылықпен айтқан пікірлері оның хабардарлығын көрсетуге тиіс күрделі терминдерге толы болды. Менің ойымша, бұл тамаша инвестиция, деді ол Әсияға көз тастап, оның бірдеңе түсіне ме екен деп тексергендей. Әсия жауап беруден бұрын бір сәтке ойланып қалды. Мүмкін сіздің айтқаныңыз дұрыс шығар, бірақ көп нәрсе жоспарлаудың сапасына байланысты. Егер ауданда инфрақұрылым нашар дамыған болса, тіпті элиталық кешенде құнын жоғалтуы мүмкін. Үнсіздік орнады, үстелдегі барлық көздер оған қадалды. Сіз жылжымайтын мүлікті түсінесіз бе? Деп сұрады ақ шашты әйел қасын көтеріп. Сәл деп жауап берді Әсия сабырмен, сосын қосып, мен сәулетші болып оқимын, бізге мұндай нәрселерді талдауды үйретеді. Оның жауабы жеңіл, ешбір тәкаппарлықсыз естілді, бірақ оның әсері лезде болды. Әділдің достары мұндайды күтпегені анық. Осыған дейін шараптан бір жұтым ішіп отырған Әділ кенеттен басын көтерді. Сәулетші? Деп қайта сұрады ол күмәнданғандай. Әсия күлкісін тыйып, оған көз алмай қарады. Оның үнсіздігі сөзден де көп нәрсені айтты. Әңгіме біртіндеп басқа тақырыпқа, шетелдік сапарларға ауысты. Ақ шашты әйел Италиядағы жақындағы демалысы туралы айта бастады, көптеген танымал жерлерді атады. Ал сіз Италияда болдыңыз ба? Деп кенеттен сұрады ол Әсиядан. Жоқ, деп жауап берді Әсия шынын айтса. Бірақ мен ол туралы көп оқыдым, әсіресе қайта өрлеу дәуірінің сәулетке тигізген әсері туралы. Флоренция сарайлары эстетика мен функционалдылықтың қалай қатар өмір сүре алатынының керемет үлгісі. Үстел басында тағы үнсіздік орнады. Кенеттен официанттың жаңа бокалдарды қойып жатқаны естілді. Міне, қызық, деп күбірледі біреу. Әділ енді қанағаттанған сияқты көрінбеді. Ол әңгімені бақылауға тырысты, бірақ достарының бірі Әсияға сұрақ қойған сайын, ол сенімділікпен және қадір-қасиетпен жауап берді.
Оның дауысы қатты, бірақ шақырусыз естілді, және Әділдің достары оған емес, Әсияға жиі сұрақ қоя бастады. Бір сәтте ол оған жақындай түсті, оның күлкісі шиеленіскен еді. Сен бәрін таң қалдырып жатырсың, Әсия, кештің жұлдызысың. Ол оған сабырмен қарап, оның арандатуына берілмеді. Мен жай ғана сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Бұл соншалықты таңқаларлық па? Оның көздері тарылды, бірақ ол ештеңе айтпады. Әділдің достары бірте-бірте өз қарым-қатынасын өзгертті. Енді олар Әсияға қызығушылықпен қарады. Бұл қызығушылықта құрмет те бар еді. Ол оларға төтеп берді және жеңімпаз болып шықты, ал Әділдің өзін көлеңкеде қалдырды. Бұл кеш оның бірінші шынайы жеңісі болды. Кеш жоспарланғаннан кеш аяқталды. Әдетте баға беруде ұялмайтын Әділдің достары Әсияны жылы сөздермен шығарып салды. Олардың оған деген қызығушылығы шынайы еді, ал оның қалдырған әсері әдеттегі шеңберден шығып тұрды. Ол кетіп, артынан жұпар иісін қалдырғанда, Әділ өзінде қызық тітіркену сезді. Сен шынымен де лайықты біреуді таптың, деді достарының бірі, бокалын көтеріп. Ақылды, әдемі, ішкі өзегі бар екені көрініп тұр. Саған жолы болды, деп қосты ақ шашты әйел сәл жымиып. Оны жіберіп алма, Әділ. Әділ басын изеді, бірақ ішінде дауыл соғып жатты. Бәрі оның басынан бастап жоспарлағандай болмады. Әсияны кешке шақыру идеясы көңіл көтеруден туындаған еді. Ол оның келемежге сасып қалатынына сенімді болды, ал ол әдеттегідей назар ортасында қалады. Өйткені ол достарына оны солай сипаттаған еді, жай ғана тазалаушы қыз. Ол онымен әзілдеспекші болған, бірақ оның орнына ол оның көлеңкесінде қалды. Үйіне қайтқан Әділ пиджагын орындыққа лақтырып, диванға отырды. Басы шараптан айналып тұрды, бірақ кеш туралы ойлары анық еді. Көзінің алдында Әсияның бейнесі тұрды, оның сенімді қалыбы, сабырлы жауаптары, қадір-қасиетке толы көзқарасы. Ол көзін жұмып, бұл елесті қууға тырысты. Сенімен не болып барады, Әділ? Деген ой өтті оның басынан. Ол өзін әрқашан бәрін, адамдарды да, өз эмоцияларын да бақылайтын адам санап келген. Бірақ қазір ол бірдеңенің оның билігінен шығып бара жатқанын сезді. Ұзақ уақыттан бері бірінші рет ол өзінің қысымына берілмеген біреумен бетпе-бет келді. Оның достары дұрыс айтты, Әсия жай ғана ақылды және әдемі емес еді. Ол күшті еді, және оның күші оны тепе-теңдіктен шығарды. Әділ орнынан тұрып бөлмеде серуендеп, өзін түсінуге тырысты. Оның бірінші ойы бұрынғы тактикаға қайта оралу, Әсияны қайтадан орнына қоюға тырысу, оны өзін ештеңе емес сезінуге мәжбүрлеу болды. Бірақ неге екені белгісіз, бұл идея енді қуаныша келмеді. Ол достары одан сұрақ қоя бастағанда оның көзіне қалай қарағанын есіне түсірді. Оның көзінде қорқыныш емес, жасырын, сабырлы үстемдік бар еді. Бұл оны ашуландырды, бірақ сонымен бірге қызықтырды. Ол шынымен қандай? Деп ойлады ол. Онда пайда бола бастаған сезімдер. Ол адамдарда тек әлсіздіктерді көретін немқұрайлы жыртқыш рөлін ойнауға үйренген, бірақ Әсиямен бұл әдіс жұмыс істемеді. Ол оны тек өзін ғана емес, өзінде көруге мәжбүрледі. Әділ айнаның алдында тоқтады. Айнада ол өмірінде бірінші рет не істерін білмейтін ер адамды көрді. Әділ Әсияның бейнесін басынан шығара алмады. Кеңсеге қайтып келгенде, ол оның назарынан қашқақтады. Ол дәлізбен шелекпен шүберекпен өтіп бара жатқанда, ол бірінші рет оның сенімді қалыбына, оның жұмыс орнын қаншалықты ұқыпты тазалағанына назар аударды. Ол басқа қызметкерлерден өзгеше көрінді, оның қимылдарында нәзіктік бар еді, тіпті қарапайым киіміне және өзіне үйреншікті жұмысына қарамастан. Әділ бұрын оған шынымен қарап көрмегенін түсінді. Енді ол қарап тұрды. Бізбен болғаныңызға рахмет, жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Бір күні оның техникалық бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, ол оның орындықтың шетіне отырып, кішкентай дәптерге бірдеңе жазып жатқанын байқады. Ол ішке көз тастағысы келді, бірақ уақытында өзін тоқтатты.
Ол оның не жазып жатқанына қызықты, бірақ егер ол оны байқап қалса, бұл тым қызық көрінетінін білді. Көп ұзамай ол онымен қандай да бір әңгіме бастау керек деп шешті, жай ғана қызығушылықтан өзін солай сендірді. Келесі аптада ол конференц-залды тазалап жатқанда оның жанында кездейсоқ тоқтады. «Әсия», деді ол әдеттегідей жұмсақ емес тонмен. «Бұл аптада жұмыс тым көп емес пе?» Ол оған көзін көтеріп қарады. Оның сұрағына емес, дауысына таң қалды. Оның дауысы әдеттегідей өткір немесе келемеж демес еді. Бұл қызық болды. «Бәрі жақсы, рахмет», деп жауап берді ол сабырмен, жұмысын жалғастыра берді. Әділ оның қысқа жауабынан сәл көңілі қалды. Ол әңгімені жалғастырғысы келді, бірақ ол қызығушылық танытпайтынын анық көрсетті. Келесі күні ол қайтадан тырысты. Бұл жолы ол оның техникалық бөлмеден шыққанын күтіп, жанынан өтіп бара жатып әдейі тоқтады. «Білесің бе», деді ол кездейсоқ айтқандай, «сен сол кеште бәрін таң қалдырдың, тіпті менің достарым да әлі сенің жауаптарыңды еске алады». Ол оған қарады, жүзі ешқандай сезім білдірмеді. «Бұл сіздің кешіңіз еді, Әділ, сіз қалаған барлық назарды алдыңыз». Ол оған суық су құйғандай әсер етті. Бұл ине шаншу емес, жай ғана дәл байқау еді. Ол Әсияның жанында жасандылық жоқ екенін байқай бастады. Оны шынымен оның пікірі қызықтырмайтын, оның басқалардан үйренген жағымпаздыққа толы мойынсұнушылық жоқ еді. Әр таң сайын оны дәлізде кездестіріп, немесе оның қалай жұмыс істеп жатқанын бақылап, ол оның қарапайым, табиғи сұлулығын байқады. Ұқыпты құйрыққа жиналған шашы, таза терісі, терең көздері, бірақ оны ең қатты таң қалдырғаны оның күші, оның табандылығы болды. Ол ештеңеге қарамастан өзі болып қалды. Бұл оған қызық, дерлік жаңа сезімдер тудырды. Ол енді оны неге жиірек көргісі келетінін, онымен сөйлесу үшін неге сөздер іздеп жүргенін түсіндіре алмады, бірақ ол сабырлы болып қалды. Ол жақындауға тырысқан сайын, оның тыныштығы оны тоқтататын, ол оның өзін қорлаған адам екенін көретін, және оны кешірмекші емес сияқты еді. Бірнеше апта өтті, кеңседегі өмір өз ағымымен жалғасты, бірақ Әділ үшін бәрі басқаша еді. Ол Әсияны барлық жерде байқауын жалғастырды. Ол үстелдерді тазалап, дәліздермен үнсіз жүріп, кейде ұмытылып, терезеге зейін қойып қарап тұратын. Ол енді одан қашпады, бірақ қарым-қатынас іздемеді. Оның сирек әңгімелесу әрекеттеріне берген жауаптары қысқа және сабырлы болып қалды. Оның немқұрайлылығы оны ашуландыруын жалғастырды, бірақ енді бұл ашу өсіп келе жатқан қызығушылықпен араласып кетті. Оның достары қайтадан кездесуді ұсынды. Бұл жолы анағұрлым бейресми, демалыс күндері шашлық. «Әсияны да ала кел, бәріміз оны қайта көргіміз келеді», деді олардың бірі. Әділ алдымен бас тартқысы келді. Оның пайда болуы қайтадан сол сұрақтарды, оған қарағанда оған көбірек құрметпен қарайтын достарының көзқарастарын тудыратындай көрінді, бірақ содан кейін ол ойлап тапты. «Жақсы», деп жауап берді ол, әдеттегі күлкісінің артындағы жеңіл сенімсіздікті жасырып. Енді оны шақыруға ыңғайлы сәтті табу ғана қалды, бірақ келесі күні кеңседе бәрі өзгерді. Әділ әдеттегідей таңертең кіріп, пиджагын кабинетіндегі орындықтың арқасына іліп, дәлізбен жүріп өтуді шешті. Ол достарымен кездесу туралы ойларға шомып кеткен еді, бірақ кенеттен қызық көріністі байқады. Әсия үстелдің жанында тұрды, жүзі тыныш, бірақ оның қимылдарында бірдеңе ерекше болып көрінді. Ол құжаттары бар папканы ұстап, хатшымен қысқа әңгімелесіп жатты. Әділ тоқтады. Оның көзі Әсияның папканы қалай бергеніне, жалақысы бар конвертті алғанына және қоштасуға басын қалай изегеніне тоқталды. Оның қадамдары әдеттегідей жеңіл және сенімді, оны шығуға алып барды. Әділ дәлізді тез кесіп өтіп, ол кетіп үлгерместен оның жанында пайда болды. «Не болып жатыр?» деп сұрады ол таңданысын сабырлы тонның артына жасыруға тырысып. Ол тоқтап, оған жауап беруге тұрарлық па екен деп ойлағандай қарады. «Мен кетіп барамын», деді ол ақыры. Әділ айтқысы келген сөздердің бір жерде тамағына тіреліп қалғанын сезді. «Неге?» деп сұрады ол қалағаннан сәл қатаңырақ. «Өйткені алға жылжу уақыты келді», деп жауап берді ол сабырмен.
Ол оған шақырумен немесе ренішпен қараған жоқ, оның дауысы әрқашанғыдай тегіс еді. Бұл бәрі ме? Ол өзін бақылаудан шығып бара жатқанын сезді, бірақ неге оның кетуі оған соншалықты әсер еткенін түсіне алмады. Бұл бәрі деп қайталады ол, сосын қосып, тәжірибе үшін рахмет. Ол бірдеңе айтып үлгерместен, ол есіктен шығып кетіп, оны дәлізде түсіндіре алмайтын сезіммен қалдырды. Оның сөздері оның басында жаңғыруын жалғастырды. Олар ашулы кінәлау емес еді, бірақ бәрібір ол күткеннен қатты соққы берді. Әділ ұзақ уақыт орнында тұрып, бос есікке қарап тұрды. Әділ түскі асты әрең күтті. Әсияның кеткені туралы ой оған тыныштық бермеді. Неге? Өйткені ол әрқашан өзін сенімді ұстап, бірдеңенің оны мазалайтынын білдірмеуге тырысатын. Ол Ернар Қуанышұлының кабинетіне бет алды, не болғанын білуге қатты шешім қабылдаған еді. Ернар үстел басында құжаттарға шомып отырған, Әділ есікті қақпастан кірді. «Кішкене уақыт бар ма?» деді Әділ, есікті жауып үлгерместен. Ернар көзілдірігінің үстінен оған қарады. «Шұғыл бірдеңе ме?» «Әсия, ол неге кетіп қалды?» деп сұрады Әділ, ішінде бәрі қайнап жатса да, даусы сабырлы шығу үшін тырысып. Ернар қағаздарын шетке қойып, Әділге отыруды ұсынды. «Сен таң қалдың ба?» «Әрине, ол жақсы қызметкер еді». «Бәрі жақсы сияқты еді». Ернар бір сәтке ойланып, қалай жақсырақ түсіндіруге болатынын іздеді. «Ол жай ғана кеткен жоқ. Мен оған алға қадам басуға көмектестім». Әділ қабағын түйді. «Бұл не деген сөз?» Ернар асықпай креслосына арқасын сүйеді. «Біз өткен аптада сөйлестік, ол маған өмірі туралы көбірек айтты. Анасы ауыр науқас, ал ол сырттай оқиды, және мұның бәрін осында жұмыс істей отырып тартып жүр. Ол бұл туралы үнсіз қалды, бірақ мен оған оңай болмағанын көрдім». Әділ оны мұқият тыңдады, оның ойлары таңданыспен өсіп келе жатқан үрей арасында жүгірді. «Мен оның тазалаушы болудан гөрі көп нәрсеге лайықты екенін ойладым. Сондықтан мен көмектесуді шештім, оның оқу ақысын төледім, анасының емін ұйымдастырдым». «Сіз не?» Әділ өзінің аң-таң болғанын әрең жасырды. «Сіз дұрыс естідіңіз» деп құрғақ растады Эдуард. «Ол бұл кеңседен кетеді, оқуын бітіреді, және бәрі жоспар бойынша жүрсе, ол мұнда қайта оралады, тазалаушы емес, толыққанды маман ретінде». Әділ бірден не айтарын таппады. Оған Эдуардтың оның өміріне оңай араласып, тағдырын өзгерте салуы мүмкін емес сияқты көрінді. «Неге?» деді ол ақыры әрең. Ернар оған мұқият қарап, сәл жымиды. Өйткені ол бұған лайықты, және де барлық қиындықтарға қарамастан алға қарай табандылықпен жүретін адамдар біздің компанияға қажеттілер. Әділ үнсіз отырып, естігенін қорытты, ішінде екі сезім күресіп жатты, қызғаныш пен құрмет. Ол біреудің Әсиядан өзі елемеген нәрсені байқағанына қалай қарау керектігін білмеді. Ернар оның ойын оқығандай, мүмкін бұл сізді таң қалдырар, бірақ мен оны мұнда жұмыс істейтіндердің көпшілігінен күшті, және сіз ойлағаннан да ақылды деп санаймын деп қосты. Әділ кенеттен орнынан тұрды. «Түсіндірмеңізге рахмет». Ернар Әділдің артынан есік жабылғанда өзіне өзі жымиды. Ол бұл жағдайдың артында Әділдің жай ғана қызығушылығынан гөрі көп нәрсе жасырынып тұрғанын білді. Әділ дәлізбен ауыр жүрекпен жүрді. Ол маңызды бірдеңені жіберіп алғанын сезді, және енді бәрін өзгертуге тым кеш болуы мүмкін. Әсияның кетуі Әділдің өмірінде ол күтпеген із қалдырды. Алғашқы уақытта ол өзін бұл жай ғана жағымсыз эпизод, оның жоқтығы ештеңені өзгертпейді деп сендіруге тырысты, бірақ уақыт өте келе бірдеңе өзгергені анық болды. Жұмыс бұрынғыдай жүріп жатты, бірақ Әділ өзінің ұстамынан айырылып бара жатқанын жиі сезді. Оның бұрынғы әзілдері енді күлкі туғызбады, ал ол әдетте уақыт өткізетін достары бос болып көріне бастады. Тіпті оған бұрын жақсы көңіл күй сыйлайтын әріптестері де енді оған салқын қандылықпен қарады. Жеке өмірі де сәтсіздікке ұшырады. Ол кездескен қыздардың бәрі бірдей болып көрінді. Еш нәрсе туралы емес әңгімелер, шынайы емес күлкілер,
бұрын қуаныш әкелгеннің бәрі енді бақыттың жауыздықпен сатирасына ұқсады. Ол өзін Әсия туралы ойлап жиі ұстады, оның сенімді көзқарасы, барлық шабуылдарға төтеп берген тыныштығы, оның бұрын тек өзінің эгосына шақыру деп санаған шешімділігі мен күші енді оған үлкен нәрсе болып көрінді. Ол оның қатысуын, тіпті қашықтықта болса да сағынды. Әділ оны ең қатты тітіркендіргені не екенін сұрай бастады, оның рухының күші ме, әлде ол оны соншалықты сындыра алмағаны ма? Уақыт өте келе оның тітіркенуі өкінішке ауысты. Ол басқаша әрекет етуге болатын сәттерді есіне түсірді, оны қорламау, қолдау көрсету. Мүмкін сонда ол оған жау ретінде емес, оның назарына лайықты адам ретінде қарар ма еді. Сонымен қатар, Әсияның өмірі алға қарай жылжыды. Ернар Қуанышұлының қолдауының арқасында ол толығымен оқуға зейін қоя алды. Енді түнгі ауысымдар мен үнемі шаршау болған жоқ. Ол білімді толығымен сіңіріп, өз арманына ұмтылды. Денсаулығы бірте-бірте жақсарып келе жатқан анасы күн сайын Әсияға оның жетістіктерімен қаншалықты мақтанатынын еске салып отырды. Әсия қиындықтарды жеңе білумен қатар, оған сенім артқандардың қолдауын бағалауды да үйренді. 3-ші курста ол бір практикалық пәнді жүргізетін жас сәулетші Бекжанмен танысты. Бекжан бірден оның талантын және кәсібіне деген шынайы қызығушылығын байқады. Олардың қарым-қатынасы жобаларды талқылаудан басталды, содан кейін үлкен нәрсеге ұласты. Бекжан мейірімді, жақсы және оның ұмтылысын құрметтейтін. Ол оған тек сөзбен ғана емес, іспен де қолдау көрсеткен адам болды. Олар бірге болашаққа жоспар құрды, өздері жобалай алатын үйді армандады. Университетті үздік дипломмен бітірген Әсия өзін күшті, сенімді және кеңсеге қайта оралуға дайын сезінді, бірақ жаңа қызметте. Әділ сонымен қатар жұмыстағы сәтсіздіктер тізбегіне түпкілікті батты. Оның қателіктерін жиі көрсетті, ал оның жобалары клиенттердің қызығушылығын жоғалтты. Ол әріптестерінің құрметін бірте-бірте жоғалтып жатқанын сезді. Оның достары алыстай бастады, тіпті қала сыртындағы немесе мейрамханалардағы әдеттегі кездесулерде енді қуаныш әкелмеді, бәрі мәнсіз болып көрінді. Бір суық таңда ол кеңсе кіреберісінде бір темекіден кейін біріншісін шегіп тұрды. Суық жел оның пальтосын желбіретіп, ойлары бос кеңістікте адасып жүрді. Сол кезде ол келе жатқан көліктің дыбысын естіді. Ол бұрылып қарады да, қатып қалды. Тұраққа қымбат, қара түсті көлік тоқтады. Одан стильді пальто киген ұзын бойлы ер адам шықты. Бекжан, Әділ оның көлікті айналып өтіп, жолаушы жағындағы есікті ашқанын және бір қызға шығуға көмектескенін байқады. Бұл Әсия еді. Әділ кеудесінің қысылғанын сезді. Ол оны есінде сақтағаннан мүлдем басқаша көрінді. Оның сенімділігі енді сезілетіндей еді. Ұқыпты түйінге жиналған шашы, әсем пальтосы, жіңішке өкшелері, оның барлық келбеті оның басқа болғанын айтты. Бекжан оған еңкейіп, шекесінен жеңіл сүйді, жымиды. Әсия оған жауап берді, бірақ оның көздері кеңсе ғимаратына қарай бағытталды. Ол Әділді байқады. Олардың көздері бір сәтке кездесті. Әділ өзін бір кездері достарын көңілдендіру үшін тазалаушыны қорлауды шешкен жас жігіт сияқты сезді, бірақ бұл көзқарас оның алдында бұрынғы қыз емес екенін есіне салды. Әсия оның жанында тоқтады. Сәлеметсіз бе деді ол сабырмен, олардың қарым-қатынасы әрқашан осындай болғандай. Әділ терең тыныс алып, даусын тегіс ұстауға тырысты. Қайтып келдіңіз бе? Иә деп жауап берді ол жеңіл жымиып. Мен жұмысқа орналасуға келдім. Ол оның темекісіне, содан кейін кеңсе есігіне қарады. Үміттенемін, біз тағы көрісерміз. Жауап күтпестен Әсия сенімді түрде ішке қарай беттеді. Оның шыны есіктердің артында жоғалып бара жатқан бейнесі Әділ үшін өзі жоғалтқанның символына айналды. Ол жаңа темекі тұтатып тұрды, бірақ бостық сезімі одан да күшейді. Әсия ішке кіргенде кеңседегі уақыт тоқтап қалғандай болды. Оның дәлізбен сенімді қадамдары, түзу қалыбы және сабырлы күлкісі бірден назар аударды. Оны бұрыннан білетін қызметкерлер оның қайтып келуін таңданыспен және сүйсініспен бақылады.
Ернар қуанышулы қарсы алуға кабинетінен шықты. Оның жүзінде сирек көрінетін жылы күлкі пайда болды. «Сәлем, Әсия, сен қайтып келдің бе?» деді ол шынайы қуанышпен. Ол оған жымиды, оның көзқарасы алғысқа толы еді. Ернар оны иығынан құшақтады, бұрынғы қызметкерді емес, ескі досын қарсы алғандай. Ол әрқашан оның әлеуетіне сенген, ал енді оның қандай жолмен өткенін көріп, туысы үшін мақтаныш сезінді. Әділ мұны терезеден бақылап тұрды, темекісі түпкісіне дейін жанып кетті, бірақ ол тіпті байқамады да. Ол қозғалмай тұрды, біреудің оны ішке шақырып, қателіктерін түзетуге мүмкіндік беретінін күткендей, бірақ ешкім шақырмады. Енді Әсия басқа еді, ол оның әлемінен шығып, ол мәңгілікке жоғалтқанның бөлігіне айналды. Ол тек оның Эдуардтың кабинетіне кіріп, өмірінің жаңа кезеңін бастағанын бақылай алды. Әділ қолы бос қалды, бірақ ауыр түсінікпен, бір кездері ол одан тазалау үшін емес, көп нәрсеге лайықты адамды көру мүмкіндігін жіберіп алған еді. Әсия енді артқа қарамады, ол қайтып келді, бірақ тең құқылы, кәсіпқой ретінде, өзіне және барлығына бұл орынға лайықты екенін дәлелдеуге дайын. Ал Әділ әрқашан болған жерінде қалды, өзінің күмәндері мен өкініштерінде. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және бұл оқиға сізге қалай әсер еткенін жазыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Жақын арада кездескенше, құрметті тыңдаушылар.